Сәлеметсіздер ме? Менің каналыма қош келдіңіздер. Осындай дәмді сазан балығынан жасалған көкталдың рецебімен бөлісетін боламын. Балықты жуып, тазалап алдым. Балықты кескенде арқасынан кесіңіздер, сол кезде көкталымыз әдемі болып шығады. Балықтың етті жерлерін осылай кесіп алыңыздар, тұздағанда орталарына кіреді. Екі қасықтай майонезге қара бұрыш, қызыл бұрыш приправаларды салып жақсылап араластырамыз. Пиязды, қызанақты осылай домалақ қылып турап аламыз. Егер де қызыл бұрыш болса, оны да қоссаңыздар болады. Балықты жақсылап тұздап аламыз. Содан кейін щеткамен дайындаған заправкамызды жағып шығамыз. Пияз, қызанақты бетіне қойғаннан кейін жарты лимонның суын құйсақ, ерекше дәмді болып шығады. Қызып тұрған пеште 200 градуста 60 минуттай пісіріп аламыз. Құрметті көрермендер, менің рецебім ұнаса, сіздер де дәл осылай жасап көріңіздер. Жасауы өте оңай, әрі дәмді, әрі өте пайдалы тағам. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.